Бүгін Наурызнама бойынша қайырымдылық күні, сондай-ақ мейірімділік пен татулық насихатталатын күн. Қайырымдылық тек материалдық көмек көрсетуде ғана емес, рухани қолдау, көңіл жүдеу адамды жылы сөзбен жігерлендіруде маңызды. Бұл игі дәстүр қоғамда жанашырлық, мұқтажға көмек беру және жақсылық жасауға деген ұмтылысты арттырады. Демек, Наурыз мейрамы өзара көмек пен қайырымдылықтың да мерекесіне айналып келеді. Өзгеге су ұсынсаң, өзіңе бал ұсынды, басқаға сор тілесең, басыңнан бақ ұшырды, алдыңнан шығаратын жасаған нәрісіңді, бұл жұмас бұл өмірдің бумеранг заңы сынды. Жақсы адамдармен табысайықшы, жақсы амалдармен қауышайықшы. Жақсылық тілесең егер, өзіңе мың есе келер, жақсылық жасап жарысайықшы. Жақсылық тілесең егер, өзіңе мың есе келер, жақсылық жасап жарысайықшы. Ясын, қай жерге келеміз? Қай ағашқа келеміз? Мынау ағашқа. Өзгеге гүл сыйласаң, өз бағың жайқалады. Өзгеге мұң сыйласаң, күлкіңді тойтарады. Өмірде өзгермейтін заң бары байқалады. Бумеранг өмір бәрін өзіңе қайтарады. Жақсы адамдармен табысайықшы, жақсы амалдармен қауышайықшы. Жақсылық тілесең егер, өзіңе мың есе келер, жақсылық жасап жарысайықшы. Жақсылық тілесең егер, өзіңе мың есе келер, жақсылық жасап жарысайықшы. Жақсы адамдармен табысайықшы, жақсы амалдармен қауышайықшы. Жақсылық тілесең егер, өзіңе мың есе келер, жақсылық жасап жарысайықшы.